Құрметті атыраулықтар, бүгінгі еліміз үшін орны бөлек ұлттық мерекеміз республика күні құтты болсын. Бұл тарих беттеріндегі жарқын күндердің бірі. Баршаңыздың отбасыңызға береке, бірлік, татулық, махаббат пен мейірім тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті отандастар, қауым, бүгінгі келіп жеткен республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл біздің еңбегіміз, бұл біздің ата-бабамыздың ерлігі, ұлтымыздың бірлігі, еліміздің ауызының біршілігі. Осы күн 1990 жылғы 25 қазан тарихта үлкен республика күні болып есептелінді. Содан бері қарай 20 жылдай уақыт республика күні тойланбай келді, айтылмай келді. Бірақ та 1920 жылдардан бастап елімізде болып отырған әділетті жаңа Қазақстанды құру жолындағы үлкен жұмыстар негізінде республика күні заңды өзінің тарихи орнына оралып, қазір бүкіл еліміз, бүкіл жұртшылығымыз осы республика күнін мерекелеп жатыр. Барлығыңызды да тағы да шын жүректен республика күнімен құттықтаймын.